Әрине сәлем достар, бүгін сіздерге Шымбұлақтағы бір күнмен бөлісетін болам. Ең алдымен біз экипировканы 6,5 мың теңгеге Қазақ қаланың ішінен алдық. Одан кейін Медеуге Шымбұлаққа қарай жол тарттық, бірақ бұл күні мейрам күні пробка масқара көп болды. Адам деген өте көп. Шымбұлақтың өзіне сағат 3-ке таман ба 4-ке таман ба жеттік. Сол үшін күндізгі сеансқа вообще орын болмады. Сол үшін кешкі сеансқа билет алу үшін аралап, ішін суретке түсіп, тамақ ішіп, осылай күтіп жүрдік. 6-да кешкі сеансқа билет алып, эскипас карточкасын 2000 теңгеге, оны және безлимит толтыруы 10400 теңгеге алдық. 12400 теңге болды общий эскипас карточкасы. Осылай 3 канаткаға отырып, самый вершинасына бардық. Вообще круто екен. Осылай открытый канатный дорогаға отырдық. Ол жер вообще супер екен. Біз өзімізше сноуборд алып алдық. Негізі шаңғыға қарағанда сноуборд ыңғайлырақ екен. Таза ауа, тыныштық, өте керемет. Кешкі сеанс вообще күшті екен. Барлықтарыңызға советую баруға. Самый вершинасына қарай бардық. Канаткамен 2-3 рет түстік. Вообще керемет, супер. Түнгі сеансы керемет. Міндетті түрде баруға кеңес беремін. Мен осы 20 жылда бірінші рет бардым. Бірақ күшті энергия алмасу, таза ауада күшті серуендеу болды. Открытый канаткаға отырсаңыздар, вообще керемет екен ол. Суық, бірақ енді стоящий екен. Экипировканың киімдері сасық емес, сондай тап-таза, күшті екен. Ыңғайлы екен, тем более қатты жаурамайсың. Ішімізде тек бір футболкамен ғана киіп жүрдік. Негізі мейрам күндері емес, былай күндері келсеңіздер арзандау түседі. 5000 теңге ма эскипас карточкасы сондай. Ал мейрам күндері болар 2 есе бағасын қымбаттатып қойған. Біз өзі январьдың 2 күні барғаннан кейін ба, адам деген көп, соның өзінде тола болды. Сол үшін күндізгі сеансқа вообще орын болмады да, біз кешкіге қалдық. Барлықтарыңызға баруға кеңес берем. Шымбұлақтағы бір күніміз өте керемет өтті. Сағат 10:30-да экипировканың киімдерін тапсырып, үйге қарай қайттық. Жан-жақты, табиғатты, тауды фотоға, видеоға түсіріп, кайф күн болды вообще. Күшті болды. Тамсанып тоймай. Жел болды, бірақ қолыңды перчатканы шешсең жаурайды. Сол үшін көп фотоға да, видеоға да түспедік. Бірақ соның өзін жаураса да шыдап, фото-видео жасап алдық. Тағда келу керек екен. Жай күндері келу керек екен негізі. Осылай арасында чаршаған кезде жатып демалып алдық. Күшті негізі. Нады. Канатный дорогамен кері қайтқан кезде видеоға түсірейін десем, дұрыс көрінбеді. Сол үшін түріміз шаршау болып, адреналин алып, от души демалып, үйге қайттық.